Жеңіскүлдің әңгімелері каналына қош келдіңіз. Тіркелдіңіз бе? Сіз тіркелсеңіз ғана барлық әңгімелерді бастан аяқ бөлім-бөлімімен тыңдай аласыз. Ал біз бастаймыз. Жеңіскүл Тұрсынбаева. Бұл қалай? Екінші бөлім. Самат пен қаланың керемет жерлерінде қыдырып жүрміз. Жүрегім дірілдеп, қатты соғып, мазам кетті. Саматтың да қобалжып тұрғаны сезіліп тұр. Ол сөзінен жаңылып, не айтып жүргені түсініксіз болды, кейбір қылықтары жас балаша болды. Бірнеше күн осылай жүрдік. Ол сабағынан босай қалса маған келетінді шығарды. Бұл күндері мен шебер мастер болып студенттерге үйрететін болғанмын. Бос уақытым бар еді. Ұстазым жақсы ақша төлейтін. Саматпен қыдырып қызықты уақыт өткізіп жүрдік. Камош, саған айтарым бар, деді қобалжи. Тыңдап тұрмын. Камош, Қаршыға, маған қыз болшы. Ой, менің қызым болшы. Қалай еді? Менімен жүресің бе? Екеуміз қыз жігіт болайықшы. Деді. Самат, біз онсыз да бірге жүрміз. Қыз жігіт болғанға болмайды, себебі жекжатпыз ғой. Жекжат ол туыс емес. Жақын жекжат туыспен тең. Ой, Қаршыға, біз жақын емеспіз. Менің ата-анам сендерді тіпті танымайды ғой. Мен бұл таныспаудың себебін біліп ішім қылт ете қалды. Біз кедей болған соң жоламай жүрсіңдер деп іштей айтып, жылағым да келді. Қыз жігіт болып жүру өте маңызды шаруа. Сен жігіт болғандықтан саған жеңіл. Ал мен қыз баламын. Маған жігітпен дос болу ойланатын жай. Дедім. Жаным-ау, мен сені сүйем, маған сенен артық маңызды ештеңе жоқ. Дегенді тез айтып белімнен құшақтай алды. Самат, асықпаш, мен деп тоқтап ойымды айта алмадым. Қаршыға, балапаным, нәзігім, мен білемін, сен де мені ұнатасың. Қыз жігіт болуымызға не кедергі? Мен сені сүйем, естеймісің, сүйем. Сен мына жүректен орын алдың. Деді, қыса түсіп көздеріме қарап. Менің отбасым, дедім де білегім босатып қолдарын қыса ұстап көздеріне қарадым. Жүрегім аузымнан шығардай дүрсілдеп тұрып, біз тең емеспіз, дедім тамағыма өксік тығылып. Жоқ, біз жарасым тапқан күнмен айымыз, тағдырдың сынына шыдаймыз, біз бір бүтінбіз, деп ыстық ернін ерніме тигізді. Мен жылап тұрып сүйістім. Самат аймалай бауырына басып, махаббатымыз үшін көз жасың төгілмесін. Біз қол ұстасып өмір кешеміз, деді. Саматтың әр сөзіне сендім. Қызы болдым. Бізде керемет махаббат хикаясы басталып, бірімізді біріміз аңсап, көрмесек сағынып, кездескенде балқи ұзақ сүйісіп, бірнеше ай өткіздік. Мен Саматқа қатты сендім. Біз арыға бармай талай кешті тек аймаласа сүйісумен өткізіп, қимай қоштасып жүрдік. Бұл жылдары менің отбасымда бері қарап, жағдайлары түзеле бастаған еді. Саматқа өз отбасымның олардың тірліктерінен әлдеқайда төмен екенін айтып, ата-анасы қарсы болар деген сөздерді жиі айтқанымда ол мені аймалап, біз жарасым тапқан күнмен айымыз. Біздің отбасымыз махаббатымызға кедергі болмайды. Мен сені сүйем. Сенсіз өмір сүре алмайым. Маған өмір тек сенімен қызық. Ақылдым менің. Сен мені сүйесің бе? Дейтін. Жауабымды басымды изеп көрсетіп, сеніммен құшағына кіретінмін. Болашаққа зор үміт артып, Саматтың сөзіне сеніп, махаббатқа мас болып, арман қуалап қиялға берілген керемет кезеңде жүрдім. Болашаққа жоспар құрып, өз ойыммен қалықтап жүрдім. Мен бақыттымын. Сүйген жігітім мені сүйеді.
Біз бірге боламыз деген мақсат шыңға жетеледі. Ерінбей еңбек етіп табыс табудамын. Дайындық жасап жиған терген ақшамды үйіме салып, жөндеу жасатып, тәуір жиһаз алып, есік алдына үлкен лапас жасатқызып, ретке келтірудемін. Әкем жуас адам болса да шебер кісі. Екі ағам да жұмысқа кіріп, үлкені үйленген болатын. Екінші ағам жұмысын істей жүріп, жоғары оқуында бітіретін уақыты таяп қалған. Кіші іні сіңлім де қолғанат. Мен ауданнан үйге түрлі заттар, сабын, сіріңке, майшам, шай, сумай, түрлі сағыздар, сорғыш конфеттер, чупа-чупс, дәптер, қалам, мектепке керек ұсақ-түйек шұлықтар апаратынмын. Ұстазым бұл заттарды Алматыдан арзанға алдыртатын. Бауырларым анам ауылға үстел қойып, үстіне ақша қосып сатады. Сосын үлкен сөмкеге салып алып, ауыл-ауылды аралап сатып, ақшасын жинап қоятын болды. Мен бар бақшаларын алып кетіп, тағы апарып беріп жүрдім. Үстінен түскен ақшаға іні сіңлімді әдемілеп киіндіріп қоямын. Үйдің азық түлігін толтырамын. Жеңгемде пысық келіншек екен. Үйіміз мектеп маңында болған соң, есік алдына қалқалап күрке жасатып, астына өзі пісірген самса, бәліш, бөкпесін сататын болған. Мен қолдау беріп, сатуға рұқсат қағазды ауданнан жасатып апарып беріп, біраз азық түлік жеткіздім. Анам сондай риза. Еңбекпен бәріміз айналысқан соң, ауыз бірлікпен жинастырған соң, көп нәрсе құралып бұрынғыдай емес, талай отбасының алды бола бастадық. Ауылдан маған деген тапсырыс үзілмеді. Үйге барып демалам десем, көрші-қолаң шалбар қысқарту, етектерін қайыру жұмыстарымен қолым тимейтін. Көрпе, жастық тыстары ауылда да жақсы өтті. Сонымен ақырындап тұрмысқа шығуға дайындық үстіндемін. Менің дайындалып жүргенімді көрген сезгіш анам өзінше дайындалуда. Жүндерді жуып, маған арнап көрпе жастық әзірлеуде. Самат туралы үйдегілерге сөз айтпадым. Дәл сөз байланысқанда айтармын деп жүрдім. Ұстаз апайым да жақсы қолдау беріп, ақылын айтып, Алматыдан көрпе тіккенге жақсы маталар әкеліп беріп жүрді. Анама апарсам, анашым сөзсіз түсініп іске кірісетін. Негізі анам да ісмер кісі. Оқымаса да қолынан іс келетін. Мен үшін бақытты кезеңдер өтіп жатты. Жұмыста отырсам, ұстазым сүйсіне қарап отырып, «Камош, Самат сені қатты жақсы көретіні көрініп тұр. Құдаларың қарсы болмай ма?» деп сұрап та қояды. Самат ол кедергі емес деп сендіріп жүр десем, «Дұрыс, Саматыңа сен, ол сені сүйеді» деп одан арман мені бақытқа бөлейді. Осы 3 жылда әпкеме өте сирек барып, үйін әктескенім болмаса бара бермедім. Әпкемнің балалары мектепке барып еді, тіптен үйден шыға алмай қалды. Кейде базарға келгенде менің жұмыс орныма келіп, қызыға қарап тұрып, маған да оқып алу керек еді, әбден үй күшік болдым дейтін. Әпкем ақшадан қысылған жан емес, уыстап ақша ұстап жүреді. Қалағанын жеп, қалағанын киет. Бірақ соңғы кездерде әпкемнің көзі мұңға толы, тым арық әрі шаршап жүретін. «Әпке, сен үйге барып анамның қасында демалып келсеңші, мына түріңне азып тозып кеттің, бетіңді әжім басып қартайып та кеттің» десем, қайдағы демалған? Ананы істеу керек, мынаны істеу керек. Анандай қонақ келе жатыр. Мынандай қонақ келеді деп қасымда жарты сағатта отыра алмай тез кетіп қалатын. Саматта құдалардың үйіне сирек баратын болған, оның келмей жүргеніне құдағи ренжейтін. Самат немен айналысады, не істеп жүр деп сыртынан бақылап, менімен жүргенін көріп қатты ашуланып, әпкемді әбден ұрсып маған жіберіпті. Әпкемнің көзі бақырайып ашудан жарылардай болып шеберханаға атыла кіріп шашыма жабысты. «Әлемде сен тиетін еркек құрып қалып бет, сен неге Саматқа жабысып қалдың» деп шапалақпен де салып жіберді. Ұстазым араласып, қасындағы қыздар бар, әпкемді менен әрең ажыратты. «Жолама Саматқа, жолаушы болма» деп бақырды. Ұстазым басу айтып, біздегі үлкен махаббатты айтып, түсіндірмек болып еді, әпкем маған төніп, «Сен менің бақытымды көре алмайсың, сен маған иттік жасап отырсың, сен бар ғой, сен» деп бақырып тұр еді. «Қаршығаға тиіспеңіз» деген Саматтың даусы естілді. Мен бұрышта бетімді басып алып жылап тұрған. «Жеңеше, сізге не болды? Қаршыға соңыңыздан ерген жанашыр сіңліңіз ғой. Мына әрекетіңіз не?» «Мен Саматпын, мен сіздің күйеуіңіз емеспін. Неге Камош тұрасыз? Камош неге сізді көре алмайды? Не иттік жасады?»
деп бөлме ортасына келгенін сезсем де бетіне қарай алмай солқылдап жылай бердім. Айналайын, Самат, әлемде қыз көп қой. Қараш жан-жағыңа, кез келген қыз етегіңнен ұстауға дайын. Камышты жайына қалдырш. Сендер тең емессіңдер, сендерді үлкендер қоспай, деді әпкем зарлаған дауыспен. Тең емес екенімізді сіз шешпейсіз. Жөніңізге барыңыз. Сіз Камышқа жолаушы болмаңыз, қолыңызды тигізбеңіз. Бізді қосатын Аллам, деді де келіп мені құшақтады. Екеуің ескертіп тұрмын, дереу жүргендеріңді тоқтатып екі жаққа кетіңдер, деп әпкен қолымнан тартып еді. Самат қағып жіберді. Шық бұл жерден, деді зілді дауыспен. Әпкем тез шығып кетті. Мен жұмыс істей алмай жылап тұрып жатқан пәтеріме келдім. Самат бірге келді. Әпкемнің қылығына, күйіне жылап жер болып қиналдым. Сол кеш Самат қасымда түннің жарымына дейін болды. Екеумізде алда талай қиындықтар болатынын түсіндік. Самат көп уәде беріп, бәрі жақсы болады деп қиялмен алыс жаққа армандап сапар шектік. Ол түн жарымында кетті. Мен дипломымды алған болатынмын. Саматқа әлі бір жыл оқу керек. Соңғы бір жыл шыдасақ, үйленеміз деп аймалайды. Сол күннен кейін Самат мен тұрған үйге жиі келетін болды. Жанымда базарда сауда жасайтын қыз бар еді. Кейде ол қыз тауарға кетіп түнде келмей, ертеңіне келетін. Сондай кезде Самат қонып та қалып жүрді. Аймаласып, сүйісіп, біраз алсамыз да, сосын арыға бармай ол бөлек төсекке, мен бөлек төсекте жатып ұйықтайтынбыз. Мен Саматтан қорықпадым, сендім. Жаңа жылды да бірге қарсы алып құшақтасып жатып таң атырдық. Самат мені аялай білді. Қысқы демалысында ауылына кетті. Мен үшін ұзақ уақыт келмей әрең келді. Самат біртүрлі өзгеріп келді. Бұрынғыдай бөлмеме кірмейтін болды. Құшақтап тұрып қасымда еместей сезіндім. Сұрауға ұялам. Үйге кір дей бергенге де ұялам. Алдында ол менен рұқсат сұрамай үйге кіріп жүрген, енді тез кетіп қалады. Сонымен Наурыз мерекесі болды. Қуандық, шаттандық, ательедегі қыздармен бірге қыдырдық. Самат жоқ. Жалтақтап іздейм. Сағынып жылап талдым. Естуімше ауылға кетіпті. Сәуірдің ортасы еді, түнде есігімді біреу қағып тұр. Ақырын есік қасына барып, бұл кім, дедім. Камыш, жаным, мен Саматпын, дегенде есіктің ілгегін тез ашып жібердім. Самат тез кіріп, мен аймалай құшақтап сүйгіштеп кетті. Сол түні біз кездесіп қойдық. Шыны керек, басқа қыздар сияқты жылап, не білдірдім, енді не болады деп ойламадым. Саматтың құшағында жатып бақытқа бөлендім. Ол да риза болып аймалаумен болды. Менің ойымша ол ертең ата-анама барады, мені сұрайды, өзіне жар етеді. Таң атысымен таңғы ас әзірлеп, екеуміз жуынып алып, бірімізге біріміз күлімдеп қарап, бақытты болып отырып ас ішіп, ол өз сабағына, мен жұмысыма кеттім. Бал-бұл жайнап бақыттан басым айналып жарқырап жүрмін. Ұстаз апайым, Самат келді ме деп сұрап қояды. Мен басымды изеп, бақытты екенімді сездіремін. Кеш бата Саматты күттім. Келмеді. Түні бойы көз ілмей күттім. Келмеді. Таң атып жұмысыма бардым. Өзімді өзім алдап, оның қолы тимеді, ол келеді деп тостым. Солай бір апта тосумен болдым. Ол дипломын алады, емтихандарына дайындалып жатыр деп тағы өзіме басу айтам. Оқу орнына, жатақханасына іздеп барайын десем, намыс жібермейді. Солай бір ай өтті. Мамырдың ортасы болды. Әпкем сол келгеннен басқа келмеді. Осы айда өзімді жайсыз сезініп емханаға барғанымда жүкті екенімді білдім. Алдымен қатты қорқып шошыдым, жүрегім шығардай болып соғып, зәрем ұшты. Сосын тағы өзімді өзім бастым. Қаршыға қорықпа, Самат сені сүйеді, сен оған айт, ол сені алады деп тынышталдым. Бір апта Саматты күтіп келмеген соң жатақханасына бардым.
Сенбі күні еді. Таңғы 10-дар шамасы болатын. Комендантынан бөлмесін анықтап көтерілдім. Есікті бөтен жас жігіт ашты. Саматты бола ма дедім. Жігіт ойлы көзбен қарап тұрып, Самат ауылына кетті, деді. Бір жағдай болды ма? Не себепті кетті деп уайымдап сұрадым. Жас жігіт сәл таңдана қарап тұрып, бүгін үйлену тойы ғой, деп мені бастан аяқ қарады. Кімнің үйлену тойы? Деп сұрақты түсіне алмай қайта қойдым. Кім үйленіп жатыр екен? Дедім сұраулы көзбен. Саматтың тойы. Мен де сол тойға жиналып жатырмын. Сіз тойға барғалы келдіңіз бе? Жүріңіз, бірге барайық. Деп күлімдеді. Есеңгіреп тұрып басымды изедім. Жігіт мәз болып мені күте тұр деп өтініп бөлмесіне кіріп кетті де тез шығып сыртқа беттегенде мен әлі мелшиіп тұрмын. Естіген сөзге сенбей тұрмын. Жүріңіз деген жігіт даусына селк етіп тез соңынан ердім. Жас жігіт не айтып жатыр, қайда, қалай бара жатырмыз, ұқпай ілесіп келем. Сенбей келем. Неге бара жатқанымды білмей бара жатырмын әйтеуір. Саматтың ауылына автобуспен жеттік. Ауылдың қақ ортасына келіп автобус тоқтады. Біз сыртқа шыққанда жігіт қолымнан тартып. Біз дәл келіппіз. Саматтар әне деді, ағаш арасына саусағын шошайтып. Түсініксіз, ағаш арасында көп жастар жүр, ақ көйлек киген, қалыңдығы өте бақытты. Күйеу жігіт тек мәз, қалыңдықты құшақтап аймалап қояды. Біз жақындағанда Саматты көрдім. Ол өте бақытты, көздері жайнап екезі оқылағында. Мен көзімді алмай тоқтап қалдым. Өз көзіме сенбей тесіліп тұрмын. Ертіп келген жігіт қолымнан тартып, жүр дегенде қолымды тартып алдым. Көзімнен жастарым тоқтамай сорғалап ағып кеткенде, ертіп келген жігіт сасқалақтап қалды. Саматтан көзімді ала алмай, мың сұрақ басымда айналып, бойымда бір әлсіздік билеп, қорланып, күйініп, жүрегім қан жылап, өмірім тоқтап қалғандай болды. Бұл қалай? Сен сүйемін деп едің ғой. Бұл қалай? Саматтан көзімді ала алмай, мелшиіп, көзімнен жасым сорғалап, бір адым жасай алмай қатып тұр едім. Ертіп келген жігіт қолымнан тартып, ағаш арасына ертіп кірді. Қарындасым, сен деп көздеріме қарап, сондай жанашыр жанармен не істерін білмей тұрып қалды. Сол кезде барып сәл есімді жиып, жанашыр көзқарастан тіпті жаман болып бетімді бастым. Саматтар дәл қасымыздан улап-шулап өтіп бара жатқанын естіп теріс қарап отыра қалдым. Қарындасым, сен кім боласың? Деген жігіт даусына жауап бермей басымды шайқадым. Самат, жадыра, бақытты болыңдар. Оу, Самат, жадыра! Самат, жадыра! Деген дауыстар қатты естілді. Ей, жадырасы несі? Қаршыға емес бе? Деп қасында тұрған жігітте қаттырақ айтқанда, менің даусым шығып жылап жіберіп, тұра салып ағаш арасымен жүгіре жөнелдім. Қайда жүгіріп барам білмейм, әйтеуір мына жерден безіп, Саматтан алыстағым келіп жүгіріп барам. Жылаған даусым ғана құлағыма естіледі. Өксігімді тоқтата алмай еңкілдеп, тіпті айқайлап жылағым келіп жүгіріп барам. Қай жаққа, қай жерде екенімді білмейм. Аяғым шөпке шалынды ма, тасқа сүрінді ме білмейм, оңбай құладым. Жығылған жерімде жерге жабыса тұрмай тұншыға жылап жатырмын. Көз алдымнан Саматтың сүйісіне қарағаны, аялап құшақтағаны, жұмсақ ерні, ыстық құшағы өтіп жатты. Жаным от болып жанып күйініп, қиналып жатырмын. Қайда жатырмын, қалай жатырмын, түсінбейм. Қаршыға, тұра қой, қарындасым, жыламаш. Тұршы, тұр, бұлай болмайды, тұра қой. Деп біреу түрткенде жалт қарасам, бағанағы жігіт екен. Басымды көтеріп ағашқа сүйене отырдым.
Дала ала көлеңкеленіп қараңғы түсе бастапты. Өксігім басылмай әлі жылап отырмын. Қаршығасың ба? Деді тұтыға. Мен басымды изедім. Тұра ғой, тұр, бұл жерден кетейік. Кеш батты, тұра ғой, деп білегімнен ұстап тұруыма көмектесті. Орнымнан тұрып едім, жігіт етегімді қағып, үстімді де сипалай қағып, қолтығымнан демей ағаш арасымен ертіп келеді. Мен аяғымды сүйрете басып жүріп келе жатқанымды сезбей еріп келем. Көз алдыма Саматтың жарқырап қалыңдығын құшақтап, қайта-қайта сүйіп тұрғаны келеді. Сүйретіле басып автобустан түскен жерге келдік. Аялдама екен. Біраз адамдар тұр. Мен басымды көтермей орындыққа отырдым. Жігіт кетпей қасымда тұр. Мен оның бетіне дұрыстап қарамадым да. Өз ойыммен өзімді жеп отырмын. Қанша отырғаным белгісіз. Быйпылдап шиқылдап өткен көлік даусынан селк ете қалдым да басымды көтеріп қарадым. Бірнеше көлік шар мен түрлі түсті орамалдармен безендіріліп, бірінің артынан бірі зуылдап өте шықты. Бірінші көліктен күлімдеп қараған Саматты да байқап қалдым. Ол мені көрмей, алға қарап, күліп сөйлеп отырды. Жанында аппақ көйлекпен қалыңдығы да бақытты. Жан-жағыма қарасам, бағанағы жігіт әлі тұр. Тілім сөйлеуге келмей таңдайыма жабысып қалғандай. Жігіт қабағы түйіліп, менен көзін алмай жақын тұр. Сіз тойдан қалдыңыз, дедім әрең сыбырлай көліктерді көзіммен көрсетіп. Жігіт маған әлі аянышты көзқараспен қарап тұрып, қазір автобус келеді, біз бірге келдік, бірге кетеміз, деді. Тойшы. Қаршыға, сен мені кешір, бағана жатақханада кім екеніңді неге сұрамағаныма жыным келіп тұр. Мен де Саматтың басқа қызға үйленетінін білмедім. Мен деп келдім ғой, деді қинала. Менде жас жоқ. Жігіттің сөзін төмен қарап тыңдадым да, мына жерге неменеге келдім? Бұл жігіт Саматтың үйленгенін жатақханада айтты ғой. Сол кезде неге бөлмеңе, болмаса жұмысыңа кетіп қалмадың? Қаршыға, сен не көремін деп тойға келдің? Тойда тек қалыңдық пен күйеу жігітті көресің ғой. Қаршыға, бұл жерден тез кет. Көрдің әне Саматты. Ол бақытты, ол үйленді. Тұр да тез кет, деп іштей ойым сөйлеп, келе жатқан автобусқа асығыс кірдім. Жігіт те кіріп жаныма отырды. Тойға қалмайсыз ба? Жоқ. Ары қарай сөйлесуге зауқым болмады. Кеудемнен жаным шығып кетіп, бос сүйектер қалған сияқты. Ішіме от түсіп өртеп тұр. Автобусқа біраз адамдар кіріп, маған таңдана қарайтын сияқты. Басымды төмен салып өз ойыммен алысып отырдым. Біз ауданға келгенде дала қараңғы болып кеткен. Автобекеттен жігіт жетекте ертіп шығып, Қаршыға, сені үйіңе апарып салайын, сен қайда тұрасың? Деді жалынышты дауыспен. Тілім сөзге келмей, өле салғым келіп, таусылып келем. Самат үшін жанталасып өмір сүрдім ғой. Мына өмір маған Саматпен қызық еді ғой. Бұл қалай болды? Ол мені қалай тез ұмытты? Не болды? Неге ол басқа қызға үйленді деген сұрақтар маза бермейді. Жігітке қайда тұратынымды айтпай сандалып жүріп келем. Ой жеп, сұрақтарға жауап таба алмай келем. Жалғалып тұрып жатқан үйіме де жеткен екенмін. Қақпа есігін түрткенде, осы жерде тұрасың ба деген дауысқа қарасам, сол жігіт тұр. Жан-жағыма қарап жалдамалы пәтерімді танып басымды изедім. Сен жалғыз тұрасың ба, деді жігіт мейірімді дауыспен. Қасымда құрбым бар, дегенді әрең айтып ішке кірдім. Жігіт қақпа сыртында қалды. Бөлмеме кірдім де есік көзінде тұрып қалдым. Бір ай бұрынғы Саматпен кездесіп аймаласқан төсегімді көріп өкіріп жыладым. Оның әр қимылы, әрекеті елестеп, айтқан сөздері құлағыма келіп, жындануға шақ қалдым. Құрбым бөлмеде жоқ екен. Төсегімді аударып, көрпе жастығымды жыртып, өзімді баса алмай күйіндім. Көз жасың махаббат үшін төгілмесін дегенің қайда? Біз жарасымын тапқан күнмен айымыз деп едің ғой. Бір бүтінбіз, бір жүрекпіз деп едің, бұның қалай? Тағдырдың салғанымен күресеміз деп едің, бұның қалай? Неге жүрегімді жараладың?
Менің жүрегімнен сен орын алдың, сені көрмесем жүрегім жылайды деуші едің, бұның қалай? Ғашығымсың деп едің, гүлімсің деп едің, шын сүйгендер қосылады, олар бақытқа лайық, себебі олар сүйе біледі деуші едің, бұның қалай? Самат, Самат, саған не болды? Деп ұзақ жылап қойған сұрақтарыма жауап таба алмай түннің жарымына дейін отырдым. Махаббаттың бұл азабы ауыр екен. Бір ай емес, бір жыл емес. Саматты бақандай 3 жыл 8 ай танимын ғой. Қыз жігіт болып жүргенімізге 2 жыл болды. Ол осы бөлмеге қонып кетіп жүргеніне де жарты жылдай болды ғой. Не болды? Не өзгерді? Иә, күнде кездеспесек те осы кезең өтті ғой. Бір айда ол басқа қызға қалай үйлене салады? Не болды? Не? Қызбен кездескен соң керек болмай қала ма? Қаршыға сол түні неге беріле салдың? О, Құдайым, мен оған сендім ғой. Мен оны сүйдім ғой. Сонда сол жақындасу оны менен алыстатты ма? Мен абыройымды сақтап, бой бермесем, ол мені бағалар ма еді? Қаршыға, неге осалдық таныттың? Неге? Дәл сол сәтте махаббатқа мас болдым ғой. Саматымды шын сүйдім ғой. Сағынғаннан қарсы тұра алмадым ғой. Ақымақ. Оның арманы болған тән ләззатын орынсыз кезде бердің. Құнсыз болдың. Шынын айтқанда қор болдың. Дейді ішкі түйсігім. Түсініксіз күй кешіп, бөлмеде біресе тұрамын, біресе отырамын. Жоқ, Самат мені сүйеді, оны ата-анасы үйлендірді, ол тек мені сүйеді. Мен неге бағана оған жақын бармадым? Қаршыға, неге Саматыңа жақын бармадың? Ол сені көрсе үйленуден бас тартар еді ғой. Баласы болатынын білсе, тіпті сенімен қол ұстасып кетер еді. Қаршыға, сен неге сол кезде мола болып сілейіп тұрдың? Ертең Самат, неге баламды айтпадың, неге келіп тұрып жолықпадың десе не дейсің? Оны туыстары зорлап үйлендірді, оны құдағи үйлендірді. Самат сені сүйет, сен оны неге құтқармадың? Ол да енді азаптанатын болды ғой. Қаршыға, тұрда бар Саматыңа, кеш қалма. Бағана барып тұрып неге сөйлеспедің? Жынды, енді кеш қаласың, оларда неке түні болады. Тұр, жүгір, той әлі бітпеген шығар, сен үлгеретін шығарсың, Саматыңды құтқар деп орнымнан ұшып тұрып есікке беттедім. Есік көзіне барып шетте тұрған үстел үстіне көзім түсті. Хат жатыр. Жақындап хатты алып қарасам, маған арналған екен. Оқымай лақтырып тез шығып кеткім келсе де қолдарым қатты ашты. Орындыққа отырып оқыдым. Қаршыға, мен кешірім сұрайды алмайым. Жаным деп соңғы рет жазам. Қаршыға, сен өте алғыр, ақылды, өжет қызсың. Зор махаббатқа лайықсың. Мен саған лайық емес жанмын. Мен ойнап жүріп от басып Жадыра есімді қызды бүлдіріп қойдым. Ол жүкті болып қалыпты. Жадыра енді 17-ге толған жас қыз. Мен оны алмасам, әкесі түрмеге қамайды. Сондықтан сенен бас тартып Жадыраға үйленуге тиіспін. Қаршыға, саған деген махаббатымды жазып, жүрегіңді ауыртпаймын. Мен әрдайым саған, біз жарасымын тапқан күн мен айымыз деуші едім. Күн мен ай бірі күндіз, бірі түнде жанып, жарасым тауып тұрғанын түсінбеппін. Күн мен ай еш уақытта қосылмайды екен ғой. Біз қосыла алмаймыз. Қосылуымыз мүмкін емес еді. Аллам бізді қоспады. Қаршыға, саған мықты құстың есімін қойыпты. Қаршыға құсы мықты, батыр, батыл құс. Сен де сондай жансың. Сен маған қарағанда батыл әрі батырсың. Бақытты бол. Мәңгіге қоштасамын. Самат, депті. Хатты неше мәрте оқып түсіне алмай,
Самат қоштасар хат жазыпты. Самат, мен де жүктімін, біздің де баламыз болады. Самат, мені тастамашы. Мен сені сүйем ғой. Сен де мені сүйіп едің ғой. Самат, мен батыр емеспін, батыл да емеспін, мен құс емеспін, мен нәзік қызбын. Сен неге жадыраға жоладың? Мен сендік едім ғой. Сен бізге керексің, сенсіз қалай өмір сүрем? Деп тағы жыладым. Бөлмемнен шығып көше бойлап қаланың ортасына кетіп қалғанымды білмеймін. Хат мағынасыз, ұйқасы жоқ өтірік хат болып тұрды. Бұл хатты Самат жазды ма? Мен оның жазуын танымаймын. Бұл хатты Самат жазбады. Ол жазса да біреу қинап жазғызды. Саматым сөзге шешен, хат жазса майын тамызып жазар еді. Мына хат не? Түсініксіз хат қой. Ол жазбады, біреу әдейі әкеліп тастады. Деп хат сыртына қарасам, мекен жайы жазылып тұр, ауылдан жазыпты. Басылған штампқа қарасам, осыдан 2 күн бұрын салыныпты. Біздің почтаға кеше келіпті. Кешке пәтерге жеткен екен ғой. Самат әдейі той болар кеште хаттың маған жететінін жоспарлап жазған, дәл келген. Ал мен болсам хаттан бұрын оны іздеп ауылына бардым. Қаршыға, есіңді жи, Саматтың үйленгенін көзіңмен көрдің ғой. Самат сені тастап кетті, Саматқа керек емессің, Қаршыға, сен кімге керексің? Аяғың ауыр, ертең қарның шертиіп шығады. Әпкең өткенде ұрсып та ұрып та ажыратпақ болды. Сен не істедің? Сен Саматтың қойнына кірдің. Арыңды таптауға жол бердің. Енді күнің не болады? Әкеңе не қай бетіңмен қарайсың? Анаңшы. Анашың ауылға қара бет болады ғой. Бейшара анам мен әкем бастарын көтеріп жүре алмай қалады ғой. Қаршыға, сен не істедің? Деген ойларымнан қорқып, қалшылдап жолдың шетіне шықтым. Отбасымның жер болып елдің бетіне қарай алмай отырған бейнелері көз алдыма келді. Үлгі тұтқан іні сіңлім теріс қарап жылап жүргендері де елестеді. Анама көшеде абысын ажындары, көрші қолаң алая қарап, беттерін шымшып, сыбырлап, өсөктеп тұрғандары да көрінді. Әкемші. Әкешім енді басын көтеріп ел қатарына қосылып еді. Бір бұрышта басы салбырап отырғаны елестегенде мен өмір сүргім келмей қалды. Қаланың ортасын бөліп ағып жатқан өзен бар еді. Көпір үстіне шығып, дәл ортасына келіп, қоршауға жабысып, ағысы қатты өзенге қарап тұрмын. Ал, неге жеттің? Мен саған Саматқа жолама деп айтып едім ғой, ал не болды? Құрсағыңда бала, жалғыз қалдың. Сендер тең емессіңдер деп саған қанша айттым? Қаршыға, сен мені көріп жүрсің, мен сол отбасына сіңіп кету үшін құл болып жүрмін ғой. 3 бала тауып отынымен кіріп күліммен шықсам да олар әлі мені қабылдамай отыр. Сен соны неге көрмейсің? Сен өзіңді кіммін деп ойладың? Неге сендің? Міне қор болдың. Бір күндік нәпсінің құлы болып керексіз болып қалдың. Бір мәрте ол сенен ләззат алды, болды, енді сен оған керек емессің. Деп дәл қасыма әпкем келіп айтып тұрғандай болды. Мен әпкеме қарап тұрып басымды шайқасам, әпкем суық көзбен қарап тұрып, сен бізді жерге қараттың. Мені енді отбасым одан әрі жер қылатын болды. Әрдайым сені бетіме басатын болды. Ал әкем мен анамның барша жұрт бетіне түкірер. Сен неге өле қалмайсың? Дегенде әпкемнің түрі жаман болып жоқ болды. Иә, маған өлу ғана қалды. Иә, өлу. Маған Саматсыз өмір жоқ. Саматсыз қалай өмір сүрем? Саматсыз өмір жоқ, дедім де қоршаудан тез аттап көпірдің шетіне тұрып, сарқырап ағып жатқан суға қарап, сәл қорқып тоқтап тұрдым. Қаршыға, секір, сен бізге кедергісің деген дауысқа қарасам, қалыңдығын құшақтаған көзі күлімдеген Самат қарап тұр. Самат, бұл қалай? Сен неге мені қорлап кеттің, неге алдап кеттің? Жадыраңа жай ғана кете салмадың ба? Мен жабыспас едім ғой. Бұл әрекетіңді мен қалай түсінсем болады? Дедім оларға қарай алмай суға қарап. Солай болып қалды. Маған сен де балаң да керек емес. Біздің өз нәрестеміз болады. Қош, дейді Саматтың даусы дәл қасымнан естілгендей болды.
Қош, қош, мен ешкімге керек емеспін деп саусақтарымды ұстанып тұрған темірден тез босатып ағып жатқан суға қарай еңкейгенде, ей, тоқта! Сен жындысың ба, тоқта, секірме! Деп біреу саусақтарын саусағыма тигізгендей болды. Мен басымды бұрып қарап үлгермедім, суық суға батып бара жаттым. Арпалыспай, бата салғым келген. Су ағынды болған соң бір көтеріп, бір батырып, қақалатып, шақалатып жанымды қинады. Оның үстіне тастарға біресе арқам, біресе қолым, аяғым қатты соғылып, аунатып, аударып, төңкеріп, ақыры басым тасқа тиіп, есімнен тандым. Екінші бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.